мен ештемеден қамықпаймын, ештемеден жалықпаймын, ешқандай сөз маған тимеді. Қиыншылық жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Дүние жүзі неше түрлі болып жатыр қазір. Ана жақта да, мына жақта да. Құдайға тәуба, біздің елімізде соғыс оты ойнаған жоқ. Елімізді, тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін бір адамдай болып, елбасының жасап жатқан шаруасын қолдауымыз керек. Қазақ біріккенде ылғи жеңетін, қандай соғыста да болса да. Ажырағанда жерден, үйінен айырылатын. Сол есімізде болсын. 1992 жылы Сауд Арабиясының королінің тапсырмасымен Меккеге кірдім, 2 рет кірдім. Сол Меккеде тілек тілегенде 4 бұрышына 4 намаз оқып. Барлық тілегім қанша қиыншылық көрген халқыма, қазаққа тәуелсіздік бер, соны нығайта бер.